боксының ерекшелігі бұл жерде раундтың уақыты қысқа. 2 минут. Солақай өзбек боксшысы. Демек қазір алдыңғы қолмен алдыңғы аяқтың позициясы үшін текетірес басталады деген сөз. 2-1 жекпе-жегі бар деп айттық. Шогдарованың, бірақ 2022 жылдан бері бұл боксшы өнер көрсетпеген. Дәл сол 2 жекпе-жегін 2022 жылы өткізген. Өзбекстанда өткен бокс кештерінде 2-1 отандасына қарсы өнер көрсетіп, екеуінде де мерзімнен бұрын жеңіске жеткен. Алғашқы раундтарды бір-бірін зерттейтін болады боксшылар. Тамаша. Базарова қолды сәл төмен сүріп, бәлкім қарсыласты. Өзіне қарай шабуылдаға, өзіне қарай жүруге мәжбүрлейтін шығар. Тамаша, дөп деген соққы бар, және бірақ бұл жерде сәл бас төмен кетіп қалды. Сол себепті рефери клинчті тоқтатуға мәжбүр. Тамаша, бар соққы. Қазір тағы да басты төмен ұстап қалды. Бұл жерде нокдаун емес. Өте қауіпті қимылдайды екен негізі. Ситора Шогдарова бүйірден бірнеше соққы кетті, және бірден бастан көтеріп үлгерді. Тізгін біртіндеп Базарованың қолына өтіп кеткенде сияқты, біз білетін әйелдер боксы 2 минуттан тұратын еді, 1 раунд. Тамаша, тағы да бүйірден соққы. Тамаша, тиіп жатыр. Бұлай жалғаса беретін болса, жекпе-жек мерзімнен бұрын аяқталады. Қорғанысты бұзып өтіп жатыр Базарова, бірақ Ситора Шогдарова төтеп беріп үлгерді. Тамаша, тағы да дөп деген соққы. Раундтың аяқталуына сәл уақыт қалды. Бұл раунд әрине сөзсіз Базарованың еншісінде жазылады. Қорғанысты бұзып өтті қазір. Қолдың ортасынан өтіп кеткен соққыны көрдік. Қазақстандық боксшының мысы басым. Двенадцатый поединок сегодняшнего вечера проходит в весовой категории 53,5 килограмма. И ниже легчайший вес. И дебютантка Элина Базарова против спортсменки, которая уже дважды выступала в профи, причем 2 нокаута оформила. Это Ситора Шогдарова. И продолжается второй раунд. Несколько мощных ударов по корпусу было в исполнении Элины Базаровой. Почти под конец первого раунда. Напомню, что Элина очень титулованная спортсменка-любитель, скажем так. Все, что можно было в профи, в любителях. Какие были знаковые, значимые, серьезные соревнования, принимала участие Элина Базарова. Является она чемпионкой Азии, также чемпионкой мира, ну и многократной чемпионкой Казахстана Элина Базарова.
Отлично, здесь левым хуком достает подбородок своей оппонентки. Побыстрее на руках Базарова. А вон своей более опытной соперницы в лице Ситоры Шохдаровой. О, левый хук точно в голову. И, по всей видимости, потрясла этим ударом Элина свою оппонентку, но не намека на нокдаун. Да, так и не скажешь, что это первый поединок в рамках профи-бокса для Базаровой. Как здорово она адаптировалась в эти правила. В отсутствие... Да, наконец-то у нас исправили формат поединка. Первый раунд у нас был 3-минутный, второй раунд уже 2-минутный получился. Напомню, что в рамках профи-бокса бои среди женщин у нас проходят по формату 2-минутного раунда. Здесь у нас 4 раунда по 2 минуты. Даже на сайте BoxRec этот поединок санкционирован как 4-раундовый поединок по 2 минуты. Поэтому, возможно, судья-хронометрист здесь не успел переключиться после мужских пар. Но, тем не менее, второй раунд завершен. И самые лучшие моменты второго раунда прямо сейчас на ваших экранах. Үшінші раундқа да келіп қалдық. Енді жағдай түзелген сияқты. Бірақ енді артық жұдырықтасып қойған 1 минутты қайтеміз. Ол жайлы сұрақ бар. Бұл раундта өздеріңіз көріп отырғандай 2 минуттық болып өзгертілді. Алыстан Шохдарова алғашқы раундтан бастап өзінен бір ыңғайлы қашықтықты таба алмай жүрген болып көрінеді. Тамаша. Алғашқы раундта Базарова мерзімнен бұрын аяқтамақшы болған еді, қазір сәл қарқынын бәсеңдеткен сияқты. Төтеп бере алды. Өзбекстандық боксшы, бірақ шабуылас Ситораның орындауында. Базарова шабуылдардың арасында үзіліс алса да, қалай дегенмен белсенді. Тамаша. Қорғаныстан деген соққы. Бас қақтығысты, бұл жерде абырой болғанда ешқандай зақым жоқ. Бұндай сәттерде қабақ жарылып кетіп жатады. Тамаша, міне, дөп деген қатарынан 2 соққыны көрдік. Әсіресе соңғы оң қолмен дәл деген соққы, және бұл раундта енді нәтижелі шабуылдар көп болған жоқ. Сол себепті басымдылықты тағы да қазақстандық боксшыға беруге болатын шығар, әсіресе соңғы нәтижелі шабуылды алатын болсақ. Раунд аяқталды. Әзірше 3 раундтың қорытындысын 3-0 деп айтуға негіз бар. Три раунда позади. По всей видимости, все 3 раунда ведет Элина Базарова. 4-й раунд остается в этом противостоянии. Я думаю, что в этом раунде также, в 4-м раунде, также Ситора вряд ли может чем-то удивить. По крайней мере, было на это 3 минуты, точнее 3 раунда, извиняюсь. Не смогла что-то противостоять своей сопернице Ситора. Очень много ударов пропускала, особенно вот в этом моменте. Левым хуком точно в голову. Но у нас заключительный 4-й раунд это в этом поединке.
снова берет инициативу в свои руки. Элина Базарова. И в клинче пытается отработать Ситора. Снова идет вперед Элина. И вот раз за разом обратите внимание, что вот эти вот движения головы очень опасные от Шокдаровой. Причем в клинче работает голову вперед прям под прямым углом. Выдавливает голову своей соперницы Ситора. Вот не может создать атаку Ситора. Вот как раз таки не хватает, по всей видимости, просто-напросто уровня подготовки. Общего класса, кажется, не хватает, чтобы конкурировать на равных с своей оппоненткой Шокдаровой. Потому что даже создать атаку Шокдарова пока что не может. Вот сейчас вот ни начала, ни конца комбинации нет. Если примерно понятно, что делает Элина, здесь разрывает дистанцию и пытается вывести на себя для того, чтобы контратаковать, то Ситора для чего бежит на свою оппонентку, непонятно. Вот в клинче сейчас что делает узбекская спортсменка? Последние секунды 4-го раунда. Слева здесь пытается достать ударом одним и... Отлично, и под конец раунда. Ну, не совсем, конечно, нокдаун, но, тем не менее, из равновесия вывела Элина. Ну, а мы ждем официального судейского решения по итогам этих 4 раундов. И затем у нас главное событие вечера. Долгожданный дебют в профи для Дулата Бикбаова против Нижата Хасанова. Ну и, конечно же, главное событие вечера — это поединок Саматали Тольтаева против Абдулазиза Нажмединова за вакантный пояс чемпиона по версии UBO. Это все будет чуть позже. Төрт раундтық айқасты тамашаладық. Төрешілердің шешімін тыңдауға дайынбыз. Бұл жекпе-жектің қорытындысын өздеріңізде түсініп отырған боларсыздар. Толықтай 4 раунд. Элина Базарованың бақылауында өтті, қадағалауында өтті деуге болады. Сондықтан бұл жерде барлығы да белгілі, алдын ала. Спортшы қыздарымызға осы айқас үшін тағы да бір қолдау, қошемет көрсетейік шағайын. Сонымен төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен рингті қазалдырушы Элина Киллер Базарова. Я, осылайша кезекті Қазақстан құрамасының өкілі бокстан кәсіпқой спорттағы да, кәсіпқой бокстағы да алғашқы қадамын сәтті жасады. Бұған дейін біз Калинин, Ильяның өнерін тамашаладық. Енді Элина Базарова да кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегінде жеңіске жетті. Ал Ситора Шокдарова үшін бұл